заңға деген құрмет, адал азаматқа тән қасиеттің бір ретінде дәріптелуі қажет. Бұл мемлекеттік органдарға ғана емес, барша халыққа ортақ міндет. Заң мен тәртіптің үстемдігін қамтамасыз ету бұл әділетті Қазақстанды құрудың басты шарты. Қазақ дейтін атау бұл символикалық атау емес. Бұл біздің бүкіл болмыс бітіміміз, біздің философиялық көзқарасымыз, біздің жалпы жаратылысымыз. Алайда біз осы қазақ атауына қаншалықты лайықтымыз деген үлкен сұрақ туындайды. Осы ұлттық деңгейде, елдік деңгейде, мемлекеттік деңгейде қаншалықты біз ойлаймыз. Біздің санамыз жаңғыру керек деп мемлекет басшысы ұлттық қағидалар. Егер біз әділдікті ту ете білсек, егер біз заң мен тәртіп қағидатын бірінші қатарға қоятын болсақ, егер біз мемлекеттік мүддені жеке басымыздың мүддесінен жоғары қоятын болсақ, онда көптеген мәселе өздігінен шешіледі. Сондықтан қадірлі ағайын, біздің Қазақстанның әрбір азаматы, әсіресе құқық қорғау саласындағы біздің әрбір шенді азаматтарымыз ең біріншіден тек білімді білікті ғана емес, тек мықты маман ғана емес, адал азамат болуы тиіс.